Таңғы сағат 10. Көлік базарында көліктер толып тұр. Одан сайын көбейіп кетті. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. 15 пятнашка ВАЗ. 2003 жылғы 1,5 1 миллион 400 сұрап жатыр. Nissan 96 жылғы 2 объем 2,5. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Toyota Windom 96 жылғы 2,5 автомат. Қаңқасының жағдайы орташадан сәл төмен. Toyota Sienna 2022 жылғы 2,5 гибрид автомат 26 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Салон әдемі. Орындықтар қайыс. Люк бар екен үстінде. Пультпен ескі ашылады, пультпен жабылады. Әдемі. Toyota Camry 10. 94 жылғы 3 объем автомат 2 миллион 100 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Toyota еді. Toyota Carina еді. 95 жылғы 2 объем 2 миллион 700 сұрап жатыр. Ішкі салоны. Ішкі салон таза, жақсы. Lexus RX 398 жылғы 3 объем автомат 4 миллион 300 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Мына жақта 14-лар жиналып қапты. 08 бәрі. Бағаларын көріп шығайық. 13 жылғы 1,6 1 миллион 650 мың сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Келесін көріп қайтайық. Номері жақсы екен. Мотор бәрі таза. 14 жылда 14 жылғы 13 жылғы дейді.
1 миллион 800 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Мына жақта тағы да бір 14 тұр екен. 08-дер жинал қапты ғой бүгін. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Бірақ бағасын жазбаған екен. Mazda 91 жылғы 1 миллион 450 мың сұрап жатыр. Қаңқасының жағдайы орташа. Mazda 626. Осындай машиналар негізі орыстар айдайды в основном. 95 жылғы шабем автомат 4 миллион 350 мың сұрап жатыр. Бензинмен екен. Обычно дизельмен болады бұлардың көбісі. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Ішкі салоны. Қанша газ берсең де көре алады жаңағы. Демейді ғой. Осындай. Мен реальный бағам бірақ 3-8. Панорамалық шатыр. Масал қойсын. Бәрібір клиенті келеді. Не бұрыл брат. 7 орындық. Мына майын ауыстырып, уақыт келді. Мен ауыстырып. Люкі бар еще. Газ қойып береді, қызғаның. Hyundai Accent 2004 жылғы 1.6 объем автомат 6 миллион 200 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Камри 30-ка 2003 жылғы 4 объем автомат 4 миллион 100 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Ағайын мынақта қаз қатарлап тізеліп голландтар жинал қапты Mitsubishi. Бағаларын бір біліп жіберейік. Mitsubishi Galant 96 жылғы 2 литр автомат 2 миллион 300 сұрап жатыр. Баға түсет деген сияқты еді. Түспей жатырған сияқты ғой. Сыртқы кузовның жағдайы жақсы десе болады. Бояп қойған. Екінші Галантты көріп жіберейік. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Үшінші жылғы 2 объем 2 миллион 100 сұрап жатыр. Үшінші Галантты көріп жіберейік. Бисіклері бәрі бір-біріне ұқсайды екен. Бағасы аударылып кеткен. А, нет, 10 тысяч. Мәне тағы да бір Галант тұр. Капоттың ішіндегі астындағы мотор бәрі жылтырлап тұр. Тап-таза шаңғып. 95 жылғы 2 объем автомат 1 миллион 900 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Mazda 626 автомат 97 жылғы 2 объем 2 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы десе болады. Toyota Corolla бірінші поколение 2000 жылғы 1.6 объем механика кондер бар дейді. 2 миллион 700 сұрап жатыр.
Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Хэтчбек екен. Салон жақсы, таза. Toyota Camry 20-ка. Автомат. 3 миллион 700 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Toyota RAV4 5 есікті. 96 жылғы 2 объем. 3 миллион 900 сұрап жатыр. Қаңқасының жағдайы жақсы десе болады. Тағы да бір Toyota RAV4 тұр. 97 жылғы 2 объем 4 миллион 100 сұрап жатыр. 5 есікті болды. Қаңқасының жағдайы жақсы десе болады. Тағы да бір Originer айдайтын машина. Көлік. Originer осыны жақсы көреді, сырттарын бәрін. Осылай необычно бояуғанға, сәндегенге. Бағасын жазбаған екен.